Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сметаник пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырға қажетті заттар: ұн, қант, қопсытқыш, сары май және де жұмыртқа. Біріншіден, салқын сары майды ұнға сала отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін қолымызбен ұн мен сары майды жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей осылай шықты. Енді үстіне қопсытқыш пен қантымызды салып, шанышқының көмегімен аз ғана араластырып аламыз. Енді жұмыртқаны салып, мен шанышқымен бірінші араластырып аламын, ыңғайлы болу үшін. Одан кейін қолыммен жұмсақ қамыр болғанша илеймін. Кішкене қолдарыңызға жабысса, аз ғана ұн салсаңыздар болады. Мінекей осылай жұмсақ қамыр шықты. Енді формамызға салып, тегістеп жайып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 24. Негізі алдын ала форманы майлап алғандарыңыз дұрыс. Мінекей тегістеп алдым. Енді салмасын дайындағанша мұздатқышқа сала тұрамын. Салмасына қажетті заттар: қаймақ, жұмыртқа, кукурузный крахмал, қант және де ванильный сахар. Біріншіден ыдысымызға жұмыртқаны, қантты, ванильный сахарды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Кукурузный крахмалды салып, кішкене ғана араластырып, қаймақты салатын боламыз. Мендегі қаймақ 20% дүкеннің қаймағы. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, кішкене ғана масса араласа болғаны. Масса дайын болғанда мұздатқыштағы қамырды алып, үстіне құятын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламын. Әр пештің қызу температурасы әрқалай. Сіздер пісу барысында қарап тұрғандарыңыз дұрыс. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей сметаник пирог дайын болды. Ас болсын.